бір анекдот айтып берейін бе? Қызық болсын, иә? 90-шы жылдар рекетирлер болды ғой енді. Рекеттердің дәурен жүріп тұрған кез ғой енді. Ақша да бар, дүние де бар, байлық та бар, связь да бар, бәрі бар. Бір рекетир іш пісіп жаңағы балыққа барыпты. Балыққа барып отырса алтын балық түсіп қапты. Сонымен алтын балық айтыпты, мені жіберші, мен сіз үш арманды орындаймын депті. Ойланыпты, не арман бар ма деп? Үй де бар, машина де бар, билік те бар, связь де бар, бәрі бар. Алтын балық айтты, ана өзен арғы бетіне тұрған талды алды, әкеп жанымен қойып қойшы, маған көлеңке қылып қой депті. Сосын ол жаңағы талды жұлып алып жанынан көлеңке қылып қойыпты. Одан екінші арман десе қояды, обал талды алды, орнына қойсаш депті. Талды алып жаңа орнына қойыпты. Үшінші арман десе сол талды көтеріп қайттан қойшы депті. Сосын балық таңғалып көтеріп қайттан орнына қойсапты. Сонымен балық жібер десе, балықты жібере салған, балық түсіп кетіп, түсінбей қапты ананы. Сосын шығып сендей ақмақты бірінші рет көрдім депті. Неге үй сұрамадың, мәшін сұрамадың, мына талдары бер, жылжыта бердің десе, сен түсінбейсің. Самое главное движение ғой депті. Бола ма, болмай ма, какая разница? Тоқтамау керек қой. Құдай берген кезде денсаулықты жүре беру керек, істей беру керек. Бола ма, болмай ма, өзі алда өзі қолдайды. Главное тоқтамау керек. Жатпау керек диванда. Сабағымда айтқан осы анекдотта. Сен бір шәкірім айтады да, Ерлан аға дейді, не етсем, біз движение салып жүрміз дейді. Білмейміз не істеп жүрген, бірақ движениедамыз дейді. Солай движениеде болу керек. Әрдайым қимылдау болу керек. Алла тағала қимылдау берген кезде қимылдау керек. Берекесін болады дер.